Мен номер 85-ші жалпы білім беретін мектебінің 10-шы сынып оқушысы Әлімкенова Назеркемін. Ахмет Байтұрсынұлының абақтыда отырып анасына жазған хатта «Анама хат» атты өлеңнің ақын туындылардың маржаны деп те айтуға болады. Қарағым, дұға гөйім, қамқор анам, арнап хат жазайын деп алдым қалам. Мені мұнда, сені мұнда аман сақтап, көруге жазға еді хақта қалам. Бара алмай, өтірікші болып әбден, Семейдің түрмесінде отыр балан. Мал ұрлап, кісі өлтірген айыбы жоқ, өкімет озы ұрзорлыққа не бар шаран. Үмітсіз шайтан болсын деген сөз бар. Жолдар көп, жәннатқа да тарам-тарам. Оқ тиіп, он ішімде ой түсіріп, бітпеген жүрегімде бар бір жарам. Алданып тамағыма оны ұмытсам, болғандай жегенімнің бәрі харам. Адамнан туып адам ісін етпей, ұялмай не бетіммен көрге барам. Қазақстан халқының тілдері күні мерекесіне орай ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының өмірі мен шығармашылығына арналған «Тілге құрмет, елге құрмет» атты челленджді 10-ші сыныптан қабыл алып 9-ші сыныптарға жолдаймын.